Петропавл қаласы ішкі істер басқармасы 2-ші полиция бөлімінің қызметкерлері телефон желісінің сымдарын ұрлаған облыс орталығының тұрғындарын ұстады. Олар бұл әрекеттерін қаламыздың жұмысшы кентінде жүзеге асырған. Полицияға телефон сымдарының ұрланғаны туралы бірнеше шағым келіп түседі. Жұмысшы кентінің Лазутин, Панфилов, Суворов көшелеріндегі ағаш бағаналардан бірнеше күн ішінде ондаған метрден астам сым қолды болған. Қалалық ішкі істер басқармасы 2-ші полиция бөлімі криминалдық полиция бөлімшесінің қызметкерлері жедел іздестіру шараларын жүргізіп, нәтижесінде ұрлық жасаған күдіктілерді анықтады. Жедел іздестіру шаралары барысында бұрын сотталмаған, тұрақты жұмысы жоқ 20 жастағы 2 қала тұрғыны анықталды. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасының қылмыс кодексінің 188 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Белгілі болғандай, ұсталғандардың бірі бағанаға өз күшімен мініп, сымдарды балтамен шауып отырған. Олар ағаш төмен бағаналарды таңдапты. Кейін сымдарды отқа күйдіріп, одан шыққан мысты түсті металл қабылдайтын орындарға тапсырған екен. Ұрылардың тек бір бағананы тонауы 60 мың теңгеге шығын келтірген. Қазіргі уақытта ұсталғандар осыған дейін 6 тонау фактісіне қатыстылығын мойындады. Полицейлер облыс пен қала тұрғындарына қылмыс орын алған жағдайда неғұрлым ішкі істер органдарына хабар тезірек берілсе, соғұрлым қылмыстың ісін суытпай ашу мүмкін болатынын ескертеді.